Basın düşürsün, basın düşürsün. Ha? Aylan. Sen nasılsın? Aylan. Они хорошо. Знаете, по лошади, айналсай барамын қыздар отыр. Болды ба? Қыздар, қатарда тұрамыз. Мама, сенің домбыраны алсаңызшы. Неха, құлаққа тиіп кеткесін. Иә, сол барып береміз. Бала болды ба? Маған коридорға шығыңдар, ішкендер болғандар. Kızım, annemle bir şey verelim mi? Ya boş. Kanım, Nursulu, Nazım. Nahman, Жәния. Барларың маған келелендер. Райымбек, Табиғат. Райымбек, Табиғат. Абдрахман, Айша. Ана заңға бәріне шығып берші қарай. Сен алда жүрші. Келелеріңдер шымаға кім бар екен? Алдияр Назиля. Алдияр кел. Алихан Каусар. Алихан Каусар қайда? Жәния Норман келді ма? Бағым тұра бер, ұстап тұра бер, жекте ұстап тұра бер. Мұхтар Алтын. Ұстап бол. Мұхтар Алтын. Зайтуна Айлан келді ма, одан келді қасында. Тоқташы, жоқ, алдында тұрамыз ба? Тұра бер, осы жерде қазір мен өзім айтам. Гүлім Айлина келіңдер. Если свалится счастье, подели его на части и раздадим друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, дружба это не работа, дружба это не работа. Thank you.
жол табар қараңғыда адасқанда. Жол табар қараңғыда адасқанда. Мал озбас біле білсең білім ойлар. Жол табар әр кезде қоштасқанда деп бір жақып ақын айтпақшы. Тарыдай болып тұрып, таудай болып шыққан балдарымыздың қош бол балабақша атты ертеңгіге қош келдіңіздер. Толқимыз, толқып тұрсыз баршаңызда, әрине болған сірә қаншаңызда, қол соғып қошеметтеп қарсы алайық қызғалдақ бүлдіршін тобының балаларын. Сіздердің алдарыңызда бітіруші топтарымыз қызғалдақ тобының балаларын тағы да қошеметтеп қарсы алыңыздар. Біздің бүлдіршіндеріміз қазір қызыл кілем үстімен жүріп өтеді. Жания, Нома. Табиғат пен Алдияр. Дияр мен Бағым. Мұхтар мен Алтын. Гүлім мен Айлина. Нұрислам мен Шула. Нұрсұлу мен Назым. Алихан мен Каусар. Айша мен Абдрахман. Алдияр мен Танзиля. Айлина мен Зайтуна. Айлан мен. Абай мен Саяна. Захар мен Еліп. Мінекей құрметті ата-аналар, бүгінгі көптен күткен мерекеміз міне бүгін келіп жетті. Мектепке барар менені бала бақша көшеді. Бізге тартып үйреткен, ән салдыртып билеткен, таныстырған ең алғаш әріптермен суретпен бақшамызға барамыз. Олай болса, құрметті ата-аналар, біз балабақша әнін сіздерге тарту етеміз. Кәдеге орнына тұрамыз, балалар, жазбай жеңдерге барамыз. Satu,
өзге тартысқа шыққандай біз ортада мектепке арнап айтар әңгіме. Олай болса, құрметті ата-аналар, біз мектепке барамыз, әнін қабыл алыңыздар. Айман апай, Айман апай. Мен үйретем барша балаға, оларды мен баулаймын ерінбей, оқу менен көркем жазуға да. Білім қамшарыма, олай болса біздің мына отырған балалар, біздің балабақша көтеруші түлектеріміз, олардың ой жүйріктерін бәрін сіз шындап қайталап тексеріп көріңізші. Мына балаларыма мектепке баратын, өздері әлі кішкентай ғой. Мектепте тек тақпақ айтып қоймайды. Онда оқиды, жазады, санайды, есеп шығарады. Ал олай болса білімін шындап көріңізші қалай? Ал ендеше бұлар мектепке дайын екендеріңді тексеріп көрейін. Мектепке дайынбыз ба? Ендеше сендерге жұмбақ жасырайын балалар. Бар білімнің бастауы, бар ғылымның бастауы. Жас балаға нұр шашқан, қандай кітап тіл ашқан? Жарайсыңдар. Үлілі тұр кен алан келегімді мен одан жазып алып көшіріп, сүртем сосын өшіріп. Ой, кереметсіңдер. Ендеше сендермен
дайындықтарыңды көріп тұрмын. Я, жоқ деген ойынды ойнап көреміз бе, балалар? Көрейік. Мектепке біз барамыз ба? Кілең бесік аламыз ба? Айтқан тілді аламыз ба? Нан жейміз деп жылаймыз ба? Ақылды бала боламыз ба? Сабаққа ерте тұрамыз ба? Ек алғанда жылаймыз ба? Жоқ ба? Ата-еге ендеше сендердің логикалық, математикалық дарындарыңды көрейін, не балалар? Қане қараңдар, неше алма санаңдар? Табақта 2 алма, қолымда 3 алма, қосқанда барлығы неше алма? Ой, жарайсыңдар. Ағашқа кеп күнара, қонушы ел 2 ара. Бүгін 4 туысын ертіп келді бұл ара. Сонда бүгін алшаға келіп қонды қанша ара? 6. Қаншара мен мына қыз 5-тік алады-ау деймін. Кәусәтей, шатасып кеттің-ау деймін, я? Көлден ұшса 7 қаз, қайтып қонды 2 қаз. Қонбады оның 2-і, кәне кім шешеді? Балар 7-ден 2-ні алып тастаймыз ба? Я? Жарайсыңдар? Мектепке барлығың дайын екенсіңдер. Бұның бәрін кім үйретті сендерге? Күнім қаншайым ойын ойнатып жүрміз ба? Батыр болған бабамнан ел қорғауды үйреткен, ару болған анамнан ат қорғауды үйреткен, туып өскен еңдеп жер қорғауды үйреткен. Туған жерім түп қазығым айбыным, туған тілім сатылмайтын байлығым, туған дәстүр салт санасы тірегі, қадамына шуақты шарт үнемі. Сынамызға осыларды үйреткен, бұл адамдар айтыңдар шіркін екен. Тәрбиеші Ақбайлар! Ой, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Ал енді сендермен бір ойын ойнап көрейік, е балалар? Мектепке қажетті заттар деп. Қазір айт. Иә. Кел, Нұрислам, келе қой. Бабым, Нұрислам, міне бұл бала, келе қой. Абайден екеуі Иә, міне сумкамызды жауып қояйық, уақытымызды алсын, иә балалар? Қазір кім бірінші мектепке қажетті заттар дайындайды екен? Ал, бастаймыз балалар. 1, 2, 3, ойынға түс! Сөмкемізді ашамыз, балалар. Сөмкемізді жабамыз. Енді Нұрисламның не алғанын көрейік, е балалар? Қажет пе? Мектепке? Қажет, е? Пластилин қажет пе? Қажет. Тап, краска қажет пе? Өте дұрыс, Нұрислам молодец, жарайсың. Сен мектепке дайын екенсің. Абайдікін тексерейік. Дәптер. Бала, дәптер қажет пе? Қажет. Дұрыс айтасыңдар. Кітапша қажет пе? Ой, жарайсың. Пластилин қажет пе? Жарайсыңдар. Балалар, сендерге үлкен рахмет. Сендер мектепке өте дайын екенсіңдер. Ал кәнекей балалар, олай болса біз тәрбиешінің орнына берейік. Орнымыздан тұрамыз. Шеңберімізден
әндерің қандай керемет. Рахмет сендерге балалар. Ай, жарайсыздар балалар. Сендерің білімдерің да жоғарылай берсін. Биік жоғарылардан аспанда көріне беріңдер Құда қаласа. Мен басқа балабақшаға кеттім. Мектепке баратын балаларға сәттілік тілеймін. Олай болса, құрметті ата-аналар, сіздерді мектептік өмірде көптеген қызықты оқиғалар күтіп тұр. Олай болса, қазір сіздердің балаларыңыз әзіл әңгімелерді орындап берсін мектеп жайында. Кәнеке шағалы. Заңғар шағалы. Даусыңыз қатты шығарып айтамыз. Балам, айта қойшы, мектепте тәртіпті болдың ба? Ешқандай бұзықтық жасамадың ба? Әрине жоқ, қалайша бұзықтық жасаймын. Егер күні бойы бұрышта тұрсам. Енді табиғат пен саяма. Саяма шықсайшы. Қызым, мұғалім апайға ризасың ба? Жоқ, мама, онша емес. Апай біздің бәрі сұрай береді. Мінеке көрдіңіздер ме, қандай мұғалімдер қазіргі? Абай шықшауы, да? Уй, шаршап кеттім. Таңертең 8:30-да мектепке барам, кешке 8:30-да үйге қайтам. Папа, мен сабақта оқимын ба, әлде университетте оқимын ба? Балам, сен апай сабақ білмейді ғой деп жатыр. Кім айтты? Апайың айтты, енді де не шаршағанын. Енді іш алмап отырған екендерін қаншаға? Папа, Өзің маған алып қашан беріп, өзің бересің да қайтадан алып бересің. кетпейсің оған. Балам, есеп шығармақсың ғой, өткетіп есеп шығарды дедіңіз. Мінеке, құрметті ата-аналар, қазіргі заманауи оқушыларымыз осындай болса керек енді. Кәнеке, енді құрметті балалар, балапандар, сендердің енді сәби кездерінде қандай болғандарыңды еске түсіріп көрейікші, кәнеке. Бізге бір қонақ келе жатқан сияқты ғой балалар. Кәнеке, кім келе жатыр екен, байқап көрейікші. Кішкене шашуымыз бар тойға деген. Ал, Рамо достым, кәне. Балабақша есіге толмасқан, біздің өсіп аяғын, тәпелейді тақсамыз. Өте жақсы жарайсың. Ал, енді Данчо достым, кәне. Қатты. Мектептен тек бестік бағаға оқылымға тілектеспіз. Жарайсың. Осылай біздің жақсы ниеттеріміз бар, тілектеріміз бар сіздерге қарап. Ал Сиганның құрметті қонақтары, сіздерге біздің балаларымыздың келешегін болжап бере аласыздар ма? Әрине болжап бере аламыз, бірақ алдымен біз билеп бергіміз келіп тұр. Ал, Айлита достым, кәне. Қатты. Ал енді қошонда аямы біз дейміз шаршамай. Міне, ал енді тамашалаңыздар біздің биімізді. Опа!
Ал енді сіздің жаңа айтқан өтінішіңізді орындайық. Біздің балалардың барлығы қалашудан битва экстрасенстарға барып келген. Мен қазір бір оқушымды дайындап жүр. Мына қолда келмесең, болмайды деп жатырмын. Олай болса кәнекей біздің балаларымыз келешекте қандай бағамен оқитынын бере аласыздар ма? Ол запросто ғой. Мына картамыз. Шапоғызы. Мына балаларымыздың келешекте қандай бағамен оқитынын айтып берші. Яғни Айтпелемін бісмілда қуанып жақсы dursun. жарайсың шапоғызым. Бұл қызымды дайындап жүрміз енді. Ал ол үшін балаларымыз шығарыз енді. Ойнап жүрейік. Бір 10 шақты бала шаңдашы келе қойыңдар. Абай келе қой, Заңғар келе қойыңдар. Менің кім бар? Шеңбер тұрамыз балалар. Шеңбер болып тұрамыз балалар. Жіберейін. Шеңбер болып тұрамыз балалар. Балалар, мен қазір қолымда картамды дөңгелеп тастаймын. Жекмастардан шыққан. Айнашқа қазір келесіздер. Мінекей, қолына картаны бәрі тастан. Бұл карта балалар, сипатлы карта. Анамда жай карта емес балалар. Бұны біз қазір менімен бірге музыка ойынымен билеп жүріп, музыка тоқтаған кезде бір картаны алып қоймыз керек. Ойын шартық Қонақтарға көрсетші балалар, қанша келеміз? Ярайды, бәрі мектепте алтын белгіге білетін боласыздар балалар. Жарайсыздар. Балалар, мен ойын футболда балалар сендерге ұнады ма? Тағы ойнап жүрген алема? Шықпағандар шықсын, бұл жолы, балалар? Тағы да мен сенімді картам тастап жүрейін. Картам оңынан әдемі болып түссін. Суф. Кән балалар, келесі шықпағандар. Шықпағандар шығамыз балалар. Жаңа кім шықпай қалды, шаңдар, кән? Кімді? Каусар. Каусар, келе қош, кән? Намандай ойнадың ба сен? Зайтуна. Кән? Апай, музыка жер. Музыка, маэстро, музыка. Жарайсыңдар балалар. Сендер де барлықтары алтын белгіге бітіретін боласыңдар. Жарайсыңдар. Мектепте жақсы оқытыңыздар. Жарайсыңдар, мен сыйлықты картамды орнына қойып қойыңыз. Ал кәнекей тағы да сіз біздің балаларымыздың келешекте кім бола алатынын болжап бере аласыз ба? Әрине, ол менің қолымнан келетін нәрсе ғой. Олай болса кәнекей біздің балаларымыз келешекте қандай маман иегері болады екен байқап беріңізші. Мен қазір мына картам суф дейші тағына шапағызым. Тағы да бір айтып жеш. Айтпелемін бісмілда қартам ойнамсың. Жарайсың шапағыз. Сен қол сенгі болып тұрған қол жер. Al, жаңағыда тағы да бимен жүреміз. Маэстро, музыка.
Сен кім болып кеттің? Көрсетеші қонақтарға. Жарайсыздар, барлықтарыңда бір мамандығы иесі болып, үлкен лауазымға отырады екенсіздер. Міне, менің картам солай айтып тұр. Келешекте өзі болмаса жолдасы болады деп ойлаймыз. Мінекей. Сол кезде бір тоғыз кетсе де жарай ма? Мұғаш, дәрігер болған екен Құдай қаласа. Мін Алдияр, Жансай апай сияқты мұғалім болғысы келеді екен. Міне көрдіңіздер ме? Ал енді бізді тағы да басқа той домалақтар күтіп тұр. Біз онсыз өмір сүре алмаймыз. Ал, Айза қызым, не дейсің? Сау болыңыздар. Hoppa! Олай болса, құрметті ата-аналар, жаңа сүйген құрбым маған өз өнерін кішкенте тастап кеткен еді, содан кішкенте ілім-білім алған едім. Олай болса, мен де сіздермен бір өнерімді көрсеткім келеді. Кәнекей ойынға кім шығады? Шыға қойыңыздаршы. Ойынға келе қойыңыздар. Тез-тез уақыттарыңыздан болыңыздар, мамалар. Шықсаңыздаршы, мамалар, уақытымыздан келіңіздер, бәрі шыға келіңіздер, міне. Жетеді ойынға. Мен жаңа сүйгенімізден қарт алып алған жеткілікті. Мінекей мамалар. Ешқандай ойын шартын түсініп алыңыздар, жақсылап. Құрметті ата-аналар, ойын шартын жақсылап түсініп алыңыздар. Мінекей қазір әуен ойнайды. Сіздер айналып, өз өнерлеріңіз көрсетіп билеп жүресіздер. Әуен тоқтайды. Сіздердің де біз келешекте қандай оқығандарыңызды білгіміз келеді. Сол үшін баланы аласыздар, және мына отырған қонақтарға көрсетесіздер. Қанекей, айтыңыздар, сіздердің құрбыларыңыз ғой? Сендердің мамаларың енді өздеріңіз солай оқысыздар. Рахмет балалар. Бұл әзіл жарайды, рахмет. Айлен. Алдияр, ой, Әлихан, келіңіз. Жігіттер, бара қойыңдар, Ағайын. Маңыз апайға бара қойыңдар. Әлихан, келсең.
Мінекей құрметті ата-аналар, балабақшада тағы да бақшамызды қимастықпен айтылатын тақпақтарын тыңдап көріңіздер. Кәнеге баланы тақпақ ашамыз. Алдия, Айла, Нұрислам, Алтын, Танзилия. Знаем,
Абай келе Жақсылық көріп өмірге ертеңгі деген сенімге бәрін жаман жүреді баладай аппақ Мінекей құрметті ата-аналар, көптен бері толқып күтіп жүрген ең соңғы қоштасу ертеңгілігіміз де аяқталуға таяу қалды. Олай болса, біздің балабақшамыздың әдіскері Жәмила Мамыртай қызына сөз береміз. Құрметті ата-аналар, қонақтар, мына бүгін біз сіздермен кереметтей бір мерекелік бағдарламаның куәсі болдық. Біздің кішкентай ғана бүлдіршіндеріміз мынау енді балабақшамен қоштасып, мектепке аттанғалы отыр. Ең біріншіден мен сіздерге рахмет айтқым келеді. Осынша қаладағы балабақшаның ішінен тура біздің балабақшаны таңдап, өздеріңіздің қыздарыңызды бізге сеніп әкелгендеріңізге рахмет. Ал енді осы